бір күш салып дайындала алмадым. Енді ішіне қарай ұбт-ны кіре алмадым. Тұрақтылық болмаса, мысалы, сен бір күн оқып, бір күн оқымай жүрсең, 2 күн уже оқымаған болып есептеліп кетесің ғой. Дайындалуға уақыт жетпеді. Оның адамның қабылдауына байланысты ғой, күшін салып дайындалған кезде мүмкін бірінші орын алар едім. Ал сенімің ол сенің оқуыңа тікелей байланысты. ұбт-дан кейін өмір бітпейді. Бізде жаңа жоба ұбт-мен мен жобасы. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде Сәкен Медиа. Эфир тізгінде мен, Кенжебек қызы Кәусар. Бүгін бізде жаңа жоба ұбт-мен мен жобасы. Бұл жобада біз келген қонағымыздың ұбт оқиғасын тыңдаймыз, және де бізден кейінгі жас буынға ұбт-ға байланысты жалпы кеңестерін тыңдайтын боламыз. Бүгінгі біздің ұбт-мен мен жобасының ең алғашқы қонағы Алтын түлек математикалық олимпиаданың республикалық кезеңінің 3-ші орын жүлдегері, сонымен қатар басқа да олимпиадалардың жүлдегері Сәрсенғалиев Нұрбек. Нұрбек, студиямызға қош келдің. Жалпы жобамыз өзің көріп отырғандай ұбт туралы, жалпы осы мектеп өмірі туралы. Енді бүгін біз сенен барынша пайдалы ақпараттар аламыз деп сенеміз. Жалпы ең алғашқы сұрағым, сенің ұбт оқиған қандай? Қай кезден, қандай қосымшамен дайындалып бастадың? Қайырлы күн, Кәусар. Мен жалпы ұбт-ға дайындығымды 10-шы сыныптың көктемінде бастаған болатынмын. Сол жылы көктемде толық көктем айын жалпы дайындыққа арнап, одан кейін жазда кішкене демалып алып, қыркүйек айынан бастап қайтадан әрі қарай дайындығымды жалғастырған болатынмын. Басында біз енді ұбт-ның жаңағыдай атмосферасын сезбегеннен кейін қатты бір дайындыққа енді дайындалдық, бірақ енді қатты бір күш салып дайындала алмадым. Енді ішіне қарай ұбт-ны кіре алмадым. Қатты жақындаған кезде дайындалған, жаттаған ақпараттарды кішкене ұмыта бастадым, қорқыныштың әсерінен. Сосын түсіндім, жалпы ұбт бұл өмірдің соңы емес. ұбт-дан кейін өмір бітіп қалмайды, сені біреу келіп бір қинамайды. Аз жинапсың деп ешкім ұрыспайды. Ұрыспайды. Енді ұрысқанның өзінде де ол енді жаман ниетпен ұрыспайды ғой. Енді соны түсініп, ойландым. Қатты бір қорқудың керегі жоқ. Одан соны түсіндім да, қайтадан әрі қарай жүйелі дайындығымды әрі қарай жалғастырып, қаңтар ұбт-ға дайындалып, кіріп шықтым. Жақсы, өзім қалаған балға кішкене жетпеді енді, бірақ сонда да жоғарғы балл алып шықтым. Жақсы. Одан кейін әрі қарай шығып, енді аз балл алсам қалмай, әрі қарай дайындығымды жалғастырып, қатемен жұмыс жасап, дайындығымды әрі қарай жүйелі түрде жалғастырған болатынмын. Жақсы, жауабыңа рахмет. Енді екінші сұраққа кезек беретін болсақ, жалпы дайындық кезінде нені ескеру керек? Жалпы ұбт-ға дайындық кезінде, ұбт емес, енді жалпы барлық қандай да бір нәрсеге дайындалған кезде үзбей оқу, жаңа тұрақтылық маңызды ғой. Егер адам өзінің көңіл күйіне, жаңағы қалауына қарай оқитын болса, немесе сол іске дайындалатын болса, ол іс көп жағдайда нәтижесін бермейді. Өйткені адамның көңіл күйі әр кезде әр қалай. Кейде оқығың келеді, кейде шаршап тастап қоясың. Сондай кездерде ондай жалпы ол нәрсе дұрыс емес. Өйткені тұрақтылық болмаса, мысалы, сен бір күн оқып, бір күн оқымай жүрсең, 2 күн уже оқымаған болып есептеліп кетесің ғой. Енді өткен тақырыпты ұмыта бастап, кері әсерін бере бастайды. Сол үшін тоқтаусыз қанша шаршасаң да, қиналсаң да оқу керек. Әрі кетсе қиналатының сол 1 жыл, одан кейін өзің қалаған қалада, оқу орнында, мамандықта әрі қарай өзіңнің өміріңді жалғастырасың. Жақсы, жауабыңа рахмет. Енді сен жақында Алтын түлек математикалық олимпиадада республикалық кезеңнен 3-ші орын алдың. Енді осы олимпиада туралы қысқаша айта өтсең. Жалпы олимпиада дегеніміз бұл оқушының өзінің қабілеттерін ашатын, өзіне деген сенімділігін арттыратын білім бойынша жарысы ғой. Ол арқылы оқушы, оған дайындалған оқушы, орын алған оқушы көпшіліктің алдында өзін еркін ұстап, жаңағыдай білімін одан әрі шыңдай түседі. Және іште ашылмай жүрген, немесе қысылып жүрген жаңағыдай қабілеттерін ашады. Сол арқылы оқушы болашақта да өзінің бағытын тауып әрі қарай жалғастыра алады.
Ал алтын түлек олимпиадасына оралсақ, бұл олимпиада математикалық сауаттылық бойынша жаңағы өтілген олимпиада болатын. Математикалық сауаттылық енді жалпы маған кішкене қиындық тудырды, бірақ ұбт-ға дайындықта да математикалық сауаттылық негізгі пән болып саналғандықтан жаңағы өзімнің курсымда да соны оқып жүргендіктен мен алтын түлекке қатты дайындалмадым. Маған олимпиадаға дайындалуға уақыт жетпеді. Кейін өзімнің жаңағы барша дайындалғаныммен солай тапсырып шықтым, бірақ соның өзінде 3-ші орын алдым. Егер жаңағыдай бар күшімді салып дайындалған кезде мүмкін 1-ші орын алар едім. Жақсы, жауабыңа рахмет. Енді осындай олимпиадалардың, іс-шаралардың бала өміріндегі әсері туралы айтсақ. Іс-шаралар бұл мектепте болсын, жалпы қай жерде болса да өткізілетін іс-шаралар көбінесе жақсы жағынан әсер етеді ғой адамға. Бұндай нәрселерге қатысып жүрген оқушылар өздерін еркін ұстап, көпшілік алдында сөйлей алып, өзіне деген сенімділігі артады. Жаңағыдай білімі одан әрі шыңдалады, көптеген қабілеттері ашылады. Сол арқылы болашақта да өзін жаңағыдай таба алатындай нәтижеге жетуіне бұл нәрселер көп септігін тигізеді. Енді оның адамның қабылдауына байланысты ғой. Мысалы, адам сол іс-шараны бір жаман жағын ғана ойлап, енді адамның пейіліне де, ол мінезіне де көп қарайды, бірақ енді жалпы көп жағдайда жақсы жағынан әсер етеді. Нұрбек, өз сөзіңді, ойыңды қорытындылай келе, өзіңнен кейін ұбт тапсыратын жас буындарға кеңестеріңді айта кетсең. Екі нағыз ұбт-ды тапсырған жоқпын әлі, бірақ осы уақытқа дейін тапсырған наурыз бен қаңтар ұбт-дан алған сабақтарым мен түсінген нәрселерімді айтайын. Жалпы дайындық кезінде адамда қандай адам болса да қорқыныш болады. Ол қорқыныш неден болады? Қорқыныш өзіңе деген сенімсіздіктен болады. Жалпы сенімділік оқыған нәрселеріңе, өзіңнің біліміңе қарай тікелей қатысты. Егер сен оқыған болсаң, мысалы белгілі бір тақырыпты біліп тұрсаң, одан қате жібермейтініңе сенімді боласың. Өйткені сен барлығын білесің. Ал барлығын білген адам ұбт-дан жоғары бал алатынына сенеді. ұбт-дан жоғары бал алатын болсаң, сен қорқудың не керегі бар мысалы? Солай қорықпай ұбт-ны тапсырып шығу керек. Жалпы ұбт тағы да айтайын, өмірдің соңы емес, ұбт-дан кейін өмір бітпейді. Жалпы бұл ұбт арқылы болашаққа деген үлкен бір қадамдарды баса аламыз. Сол арқылы өзіміздің қалаған қаламызға, мамандығымызға, оқу орнымызға түсе аламыз. Жалпы осы 1-ақ жыл қиналып, кейіннен әрі қарай алдағы болашақ өміріңді құруға көптеген мүмкіндік сыйлайтын осы ұбт-ны жоғарғы дәрежеде тапсырып шығуға барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Қорықпай ұбт-ны тапсырып шығайық. Жақсы. Бүгін студиямызға уақытыңды бөліп келгеніңе көптен көп рахмет. Саған алдағы 2 нағыз ұбт-дан да 140-тан 140 балл жинау бұйырсын деп тілейміз, тілектеспіз. Құрметті көрермендер, осымен шығарылым тәмам. Сіздермен бірге болған Сәкен Медиа және де қонағымыз Сәрсенғалиев Нұрбек. Келесі кездескенше сау болыңыздар.